252 есеп күреске 6 бала қатысты. Олардың әрбіреуі өзге балалардың әрқайсымен бір рет күреске шықты. Балалар барлығы неше рет күреске шықты? Мүмкін нұсқаларды кесте түрінде көрсетіңдер дейді. Енді кестеде бізде 6 оқушы болсын. Біреу бар, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. 6-шы, енді жалпы 6 бала дейді. Осындай кестені әдемілеп сызып аласыздар. Былай бөлеміз сосын кестені. Әрбіреу бір баламен бір реттен ғана күреседі. Бір реттен ғана күреседі. Жазамыз. Бірінші бала бәрімен күресіп шығады. Барлығымен күресіп шығады. Одан кейін алады да, бірінші бала бәрімен күресіп бітті ғой. Енді екінші бала шығады да, ол енді біріншімен қайтадан күреспейді ғой. Ол өзімен өз күреспейді деген біріншімен күрес қойды. Енді үшінші, төртінші, бесінші, алтыншымен күресіп шығады. Екінші оқушы бәрімен күресіп шықты. Енді ары қарай үшінші оқушы өзімен күреспейді, төртіншісімен күреседі, бесіншімен, алтыншымен. Себебі біріншімен, екіншімен барлығы күресіп тастаған. Сөйтіп ары қарай жалғастырып бүйтіп кестені толтырып шығамыз. Енді төртінші оқушы қалды, өзімен күреспейді, 5 пен 6-мен күреседі. Одан кейін бесінші оқушы алтыншымен күреседі, алтыншы ол бәрімен күресіп шықты. Ондай болса бізде осылай кесте шығады. Кестеде мұны санап шығамыз. Неше ойын болды сонда? 5, 9, 12, 12-ке 3-ті қоссам 15, яғни жалпы 15 нұсқа бар болады екен, немесе 15 ойын болады, күрес болады. Мың 253 есеп. Туристер Қазақстанның Түркістан, Алматы және Семей қалаларына саяхат жасаулары керек. Туристер осы қалаларға неше нұсқада саяхат жасай алады? Есептің шешімін мүмкін нұсқалар ағашымен кескіндеңдер дейді. Туристер Қазақстан, Түркістан, Алматы және Семей қалаларына саяхат жасаулары керек. Неше нұсқада саяхат жасай алады дейді. Мүмкін нұсқалар ағашы, яғни бізде Түркістан бар, Алматы бар, Семей бар. Неше нұсқада? Түркістан, Алматы, Семей деуге болады. Немесе Түркістаннан шығып Алматы мен Семейге бар, Алматыға бара алады, немесе Семейге бара алады. Алматыдан шыққаннан кейін енді ол Семейге ғана барады ғой, жалғыз қалған жаңа қала. Ал Семейден шыққаннан кейін жалғыз қала Алматы қалады. Немесе ол Алматыдан бастай алады. Жаңағы саяхатын Алматыдан бастайды да, неме Түркістанға барады, не Семейге барады. Түркістанға барып келгеннен кейін Семейге міндетті түрде үшінші қала қалады ғой. Ал немесе Семейге барып келгеннен кейін Түркістан қалады. Ал Семейден бастайтын болса, ол ары қарай не Алматыға, не Түркістанға бара алады. Алматыға барғаннан кейін бармаған тек Түркістан қалады, мына жақта не Алматы қалады. Осындай жаңағы Түркістан, Алматы, Семей, немесе Түркістан, Семей, Алматы, немесе Алматы, Түркістан, Семей, Алматы, Семей, Түркістан деген сияқты бағыттарда саяхаттай алады. Енді барлығы санау үшін ең соңғы жаңағы ағаштарды санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, яғни жалпы 6 нұсқасы бар болады екен саяхаттың. Мың 254 есеп. Мектепке жас натуралистер, жас математиктер, көркемөнерпаздар, қолөнершілер және жеңіл атлетика үйірмелері бар. Айжан осы үйірмелердің тек екеуіне ғана неше нұсқада қатыса алады дейді. Тек екеуіне ғана, бізде жас натуралистер, яғни натуралистер дейік, математиктер, көркемөнерпаздар, қолөнершілер және жеңіл атлетикалар. Осындай үйірмелер бар, 5 екен. 2 нұсқада, яғни мұнда кесте арқылы берген ыңғайлы болады. Бізде жұптауымыз керек қой 2-2-ден. Ендеше біз бүйтеміз. Ол не натуралистер, не жас математиктер. Натуралистер деген үйірмені таңдайды да, сосын кез келген біреуін таңдайды. Яғни мынамен болым, немесе мынамен. Осындай 5 нұсқа бар болады. Натуралистермен құралған 5 нұсқа. Одан кейін ары қарай, егер математиканы таңдайтын болса, ол математика мен натуралистермен таңдалды ғой. Математиктер мен көркемөнерпаздар, қолөнер немесе жеңіл атлетика болады. Ары қарай математиканы таңдамай, көркемөнерпазбен таңдаймын десе, ол қолөнерге барады немесе жеңіл атлетикаға барады. Ары қарай бармаған. Енді жаңағы соңғы нұсқа ол егер қолөнер таңдайтын болса,
одан кейін немесе жеңіл атлетикаға барады дегендей осылай кесте құрып шығамыз, әрқайсысымен жұптастырып шығамыз. Сонда бізде 4, 7, 10, жалпы 10 нұсқада үйірмеге қатыса алады екен. Мың 255 есеп. Өрмекші мен шыбын кубтың қарама-қарсы төбелерінде отыр. Өрмекші шыбынға бару үшін кубтың қырымен қырымен және оның диагоналымен жылжиды. Өрмекші шыбынға неше нұсқада бара алады дейді. Өрмекші міне тұр, шыбынға. Яғни бірінші нұсқа 1, екіншісі былай бара алады, астыңғы қырмен 2 болды ма? Енді үшінші нұсқасы былай бара алады, мына жақ диагоналымен, және де 3 болды ма? Мынау 4, кейін міне 5 нұсқасы бар болады екен. Яғни негізі көп қой, бірақ та жаңағы қыры және диагональ деген жұп арқылы ол 5 нұсқада бара алады. Яғни қырынан өтіп, одан диагональ, немесе диагональ қыры. Осы екеуін жұптастыру арқылы 5 нұсқада жаңағы шыбынға жете алады екен өрмекші. Мың 256 есеп. Теңдеуді шешіңдер. Бірінші теңдеу 1,1 х минус 2,5 тең болады 0,6 х. Енді х-терді бір жерге, сандарды бір жаққа жинақтаймыз. Яғни 1,1 х 0,6 минус таңбасымен келеді. Яғни теңдіктің екінші жағына ауыстырғанда таңба кері өзгереді. 2,5 болып көшеді. Мынадан алсақ 0,5 х қалады. Тең болады 2,5-ке. Енді 0,5-ке бөліп жібереміз екі жақты да, сонда 25 бөлу 5 шығады, 5х-тің мәні 5-ке тең екен. Келесі екінші теңдеуде 6,75 х тең болады 2,4-1 х азайтылған 9. Х-терді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинақтаймыз. 6,75 х мынау минус таңбасымен келеді, мынаны 2,125 деп ондық бөлшекке айналдыруға болады. Тең болады минус 9-ға. Мына жерде айырманың мәні 4,5 х болады. Тең болады минус 9-ға. Х-ті табу үшін 4,5-ке бөлеміз. Сонда минус 2 шығады екен. Келесі үшінші теңдеу. Мұнда 16 минус 9,5 y тең болады 3y плюс 21. Y-терді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинақтаймыз. Сонда мынау минус 3y болып келеді, тең болады 21 қалды мұнда, оған минус 16 болып барады. Енді екі теріс сан қосылады, таңбасы теріс минус 12,5 y болады, тең болады. Мына жерде айырманың мәні 5-ке тең. Енді y табу үшін минус 12,5-ке бөлемін. Оң сан теріс санға бөлсек теріс сан. Өтір бір рет жылжиды, маған 1 0 қосылады. Сонда 50 бөлінген 125 болады. 50-дің ішінде 125 жоқ, 0 рет. Одан кейін ойдан 0 береміз. 500-дің ішінде 125. Бізде 4-тен көрек. 0 x ойда, 8 ойдағы 2 мен 10 0-ін жазам бір ойда, 4 ойдағы мен 5 0 қалдық. Сонда жауабы минус 0,4-ке тең болады екен. Келесі ары қарай төртінші теңдеу. Бұл жерде 1,4-тен 1 y қосылған 7,5 тең болады 5 y-ке. Ондық бөлшекке айналдырып алайық. 1,125 болады. 25-ке көбейтемін 125. Y, оған 5 y келеді. Минус 5 y тең болады. Мынау көшет минус 7,5 болып. Мұнда таңбалар әртүрлі, үлкен таңбасын қоямыз, үлкеннен кішісін азайтамыз. Сонда шығады 3,175 y тең болады минус 7,5. Енді y табу үшін мұна минус 3,175-ке бөлемін. Сонда теріс санға бөлсем оң сан 2 рет өтір артқа жылжиды. Мұнда да 2 рет жылжиды, біреу, 2 0 қосады. Сонда 750 бөлу 375 болады. 2-ден береміз, 10 0-ін жазам бір ойда, 14 ойдағы мен 15 бір ойда, 6 ойдағы мен 7 0 қалдық. Сонда жауабы 2-ге тең болады екен. Келесі 4-ші теңдеу, 5-ші теңдеу деген мұнда 6y минус 2,8 тең болады 2,5 y. 6y минус 2,5 y
тең болады. Мына плюс болып көшеді 2,8 иә. Мұнда айырманың мәні 3,5 y болады, тең болады 2,8-ге. Енді y табу үшін 3,5-ге бөлем өтір бір рет жылжиды. Мұнда да сонда 28 бөлу 35-ге айналады. 28-дің ішінде 35 жоқ, 0-ден береміз. 0-ды азайтам, 28 қалдық. Енді ойдан 0 берем. Оның ішінде енді бізде 8-ден берсек болады. 40, 0 жазам 4 ойда, 24 ойдағы 4 пен 28 0. 0,8-ге тең болады екен жауабы. Келесі 6-шы теңдеу. Мұнда 0,5x азайту 7 тең болады минус 3-тен 2x. Xтерді бір жаққа жинақтаймыз. 0,5x. Мынау плюс болып келеді. 3-тен 2. Я, бұл ондық бөлшекке айналдырмайды. Периодты болып кетеді, сондықтан осылай қалдырам. Тең болады 7-ге. Енді мұнда қосып алайық. 10-нан 5 дегенді 10-нан 5-ке қысқартам. 2-ден 1. Я, сонда 2-ден 1 деп жазып алсам болады. 2-ден 1 x қосу 3-тен 2 x деп жазайын. Тең болады 7-ге. Енді мұнан өшіп тастайын. Ортақ бөлім 6 болады. Мынаған 3-тен мұнда 2-ден берем. Сонда 6-дан 3 қосу 4 болады ғой, мұнда 7, 6-дан 7x болады, тең болады 7-ге. Бұл осылай қала берсін бұрыс бөлшек түрінде, себебі келесі амал бөлу бізде. X табу үшін 7-ні 6-дан 7-ге бөлем, немесе теңдеуді 7-ден 6-ға көшіреміз деп айтам. 7 мен 7 қысқарады да 6 қалады, сонда жауабы 6 болады екен. Яғни 7 көбейту 7-ден 6 деген сөз ғой. Сонда 6 қалады. Черновик есептейміз, иә. Сонда жауабы 6.